Қант диабеті дегеніміз қандағы қант деңгейінің жоғарылауы. Оның екі типі болады, бірінші және екінші. Қант диабетінің тоқтамас бұрын ең бірінші бізде ұйқы без болады. Ұйқы безінің бізде Лангерганс деген аралшықтар болады. Сол Лангерганс деген аралшықтарда бета-клеткалар болады. Бета-клеткалардан бізде орталығынан инсулин бөлінсе, перифериясынан глюкагон бөлінеді. Ол екеуінің қызметі бір-біріне қарама-қарсы. Ең бірінші инсулинге тоқталайық. Бізде мынау қан айналымы. Қан айналымында бізде глюкоза болады. Сол глюкозаны қан айналымынан алып, инсулин глюкозамен байланысып алып, тіндерге қарай барады. Тіндерде бізде рецептор болады. Инсулин сол рецептормен бірге байланысып алады да, сөйтіп глюкозаны тіндерге қарай тасымалдайды. Ал глюкагон болса, бұған қарама-қарсы әсер береді. Ол сол перифериядан глюкагон бөлінеді да, бауырда глюкогеннің глюкозаға айналуын, яғни ыдырауына әсер етеді екен. Енді осы жерде бізде бірінші тип қант диабеті. Бірінші тип қант диабеті кезінде бізде мынау бета-клеткадан инсулин қажетті мөлшерде бөлінбейді. Оның себебі неде? Себебі негізінде тұқым қуалаушылықта төртінші тип гиперсезімталдылықтың әсерінен болып табылады. Бізде организмде өзімізде Т клеткалар деген болады. Сол Т клеткалар өз ұйқы бездегі бета клеткаларын жоя бастайды. Ал бета клеткалар бізде инсулиннің өндірілуіне әсер етеді. Яғни бета клеткалар жойылдыра бастаған әсерінен бізде инсулиннің өндірілуі де төмендей береді, ал глюкагонның қандағы деңгейі жоғарылай береді. Өйткені инсулин оны тасымалдайды. Енді осылайша бізде инсулин төмендейді, глюкагон жоғарылайды, тіндерге бара алмайды, өз қызметін атқара алмағандықтан бізде симптомдар пайда бола бастайды. Ол бізде ең біріншісі полифагия. Полифагияның пайда болуы, мынау тіндерде глюкоза жоқ, тіндердегі энергия төмендейді, липолиз пайда болады. Сөйтіп адамда постоянно аштық сезім болады. Сол аштық сезімнің әсерінен осы полифагия пайда болады. Сонымен қатар бізде полидипсия пайда болады. Ол суды көп ішкісі келеді. Сонымен қатар глюкозурия деген болады. Яғни глюкоза бізде қанда жоғарылап кеткеннен кейін ол барады бүйрекпен бірге экскрецияланып, жаңағыдай зармен бірге сыртқа шыға бастайды. А глюкоза бізде полярлы молекула болып табылады. Ол глюкоза барған жерде бізде су полярлы болғаннан кейін артынан су да кете береді. Сондықтан адамда обезвоживание пайда болуы да мүмкін. Енді осы қант диабетінің бірінші типінің асқынуы ретінде бізде диабетті кетоацидозды аламыз. Диабеттік кетоацидоз дегеніміз бізде мына тіндердегі, мысалы май тіндеріндегі майлар, олар бос май қышқылдарына айналады. Бауырға барады да, олар бауырда майлар бос май қышқылына дейін айналып, бос май қышқылдар болса бізде кетонды денеге дейін айналады екен. Енді осы кетонды денеден бізде кетонды дене пайда болған кезінде қан айналымында бізде қышқылдылығы көбейіп кетеді. Сол қан айналымында қышқылдылық көбейіп кете бастағаннан кейін адамда кетоацидоз пайда болады. Ол өте қатты бізде асқынуларға алып келеді. Ол бізде кусмауль тынысына, яғни адамда патологиялық тынысқа дейін алып келіп соқтыруы мүмкін. Бұл тақырып бұнымен біткен жоқ, талғасы бар.